Достар, қалайсыздар? Мен сіздерге уәде бергендей бүгін қазақ әдебиет бжб-сын көрсетейін деп жатырмын. Өйстіп мен естіп тұрған кезінде стопқа қойып алып көшіріп алсаңыздар болады. Бірақ осы видеоның алдынан мен осының фотосын салып кетемін. Оған да стопқа қойып қарап алсаңыздар да болады. Вот, қазір көрсетсін дұрыстап. Бірінші тапсырмада біз осындай үзінді жазғанбыз, мына екеу. Соның автор бейнесін өзім жаздым. Мінекей, бірінші тапсырма дәл осындай. Ал екінші тапсырма осы елді аңсау, өзіңнің еліңді туралы жазасың. Мен бірақ оны өзім жаздым. Мен қазір оның несін көрсетіп кетейін, папкасын, қалай тапсырмасын көрсетіп кетейін. Вот, осыған кіреміз. Осы папка әдебиеттің бжб-сы. Міне осындай үзінді беріледі бірінші тапсырмада, екінші тапсырма осындай. Сіздерге де түсінікті деп ойлаймын. Негізі бірінші тапсырма сызылады. Мен бірақ сызған жоқ. Сыздым. Мен соның жауаптарын сізге көрсетемін. Сіздердікі де дәл осындай болса, менікімен дұрыс болады деп сенемін. Мен себебі бұны 5-ке тапсырдым. Сіздер де 5-ке тапсыруыңызға сенемін. Және де егер де осы бжб сіздерге ұнаса, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, подписаться етіңіздер. Және колокольчикті ұмытып кетпеңіздер. Сіздермен болған мен Әсем Какизер. Всем пока!